Мен өзім мына Форт Шевченкода туып өстім. 10-шы класты келіп мектебін бітірдім. 54-ші жылы Бакуға барып, Бакинский индустриалдық институтқа түстім. Содан 59-да бітірдім. Содан мына Атырауда Батыс Қазақстан геология управление жолдама алып соған барып, Денгейский район, орталық Ганишкіні, содан 18-20 километр жерде Жанбай дейтін разведка бар екен. Соған помбур болып бардым. Содан сөйерде бөліншік болдым. Содан боровой мастер болдым. Сөйерде Бөлекбаев дейтін, Нұраш Бөлекбаев дейтін бастығы бар екен. Болат Досмахамбетов дейтін старший геологы бар екен. Сатым дейтін жігіттер, Жұма дейтін жігіттер болды. Солармен бірге жұмыс жасасып, Оралып дейтін мастеріміз болды әуелде. Міне сондай келіп, сол 60-шы жылы жолдамаменен, переводпенен осы қалаға келдім. Келсем, бұнда трес бар екен, сол треске келіп, жұмысқа орналастым. Енді жалпы біздің Маңғыстау жөнінде өзі ертеден көзге түскен жер екен өзі. Мұна Петр Первыйдың тұсында да 1715 жылдары бір әскери, мұна Астрахань халқы осы Маңғыстауға әскер топтарын шығарған. Соның ішінде ғылыми адамдар болған, геологтар болған, осындай жердің бір жердің бетінің іреңін, несін, құрылысын барлығын қарауға деген сондай тапсырма болған. Сол кезде Черкасский дейтін, Карелин дейтіндер, Андреусов дейтіндер, сондай геологтар болған енді. Бұл 1715 жылдары. Енді содан кейін 1899-1907 жылдарға дейін осы тағы да бірнеше геолог партияларды жіберген Маңғыстауға екінші дүркін. Сонда бұна Несебиярс дейтін, Белоусов дейтін геологтар, Петров дейтін бір геологтар, солар келіп, осында разведка жасап, сонда жасаған. 1926-1928 жылдары сол жаңағы Несебиярс дейтін геологтар осыларға келіп, көптеген жұмыстар жасаған ғой. Олардың құрамында бірнеше партиялар болған. Сол партияларда осыларда әр жерлерде болған. Соның біреуі осы мұна Сартаған Сараспе дейтін жерде партия болған. Сол партияның бастығы Шпак дейтін болған. Бір күшті адам көрінеді өзі бір. Сол Шпак осы мұна Қарасаз таспасының айналасын, сосын мұна Қаратаудың етектерін, сол маңдағы нелердің барлығын тексерген ғой. Осы әсіресе мұна Қарасаз таспас сол көзге түскен енді. Сондай партиялардың несі түбжік маңайында да болған. Енді сол 1926-28 жылдары бір деректерде Несебиярстың өзінің сөзі бар екен тарихта. Сол партия болып, партияның жаңа тұрған жеріне бір күні бір қазақ келді дейді. Аты Оразмағамбет, осы Маңғыстаулық азамат екен. Сол келіп өзінің сондай геолог екен, шетелден Бомбей университетінде оққандарын айтып, жаңа біздермен танысып, біздер де риза болып қалды дейді. Жерден бір адамның осындай ғылым несі бар адам, білімі бар адамның барлығына бізде Маңғыстауда қуанып, сондай нетіп қалды. Әңгімеміз жарасты дейді. Содан ол үйіне қонаққа шақырды дейді. Бардық, сөйтіп араласып тұрды дейді. Бір күні келіп, өзінің бір қолжазбасы бар екен дейді. Сол қолжазбаларын неткенде, жаңағы өзінің сол жазған несінде, бұл Маңғыстаудың жерінің бір шөп, мысалы, жусан болса, сол жусанның түсі өзі жусан, балық жер жусан сондай. Бірақ әр жерде жусанның түсі әртүрлі. Біреу сарғыш болып, біреу көкшіл болып, біреу қарайтып тұрған сияқты болып, сондай әр жерде осы Маңғыстаудың несінде көлемінде соны мен байқадым деген. Сосын тастары, жерінің, топырағының, тастарының несінде жылтыраған нәрселер бар. Сосын сол жердің де өзінің өңі бір жерде сарғыш, бір жерде
көк аралас, бір жерде қара күл сияқты, жаңағы мына недің оттан шыққан күл сияқты көкшіл болып, сондай әр жерде сондайларын етеміз. Соған қарап, Маңғыстау түбегінде осы үлкен кен орындары бар ау деген қорытындыға келіп жүрмін. Деп жаңағы сіздерге енді мен табыс тілеймін. Егер де керек бір нелеріңіз болса, көмек болатын болса, мен сіздермен бірге жүруге дайынмын деп жаңағы өзінің ризашылығын білдіріп, сөйтіп таныс болдық дейді. Міне содан осы солардың жаңағы жіберген геологтардың көптеген енді жаңағы геологический жер реңінің геологиялық карталарын түсіруге осы жоғарыдан тапсырмалар болған, оны да неткен. Осы 46 жылдары мына Сәтбаев үлкен бір жиналыс ашқан ол. Бұл енді академик қой енді. Сол осы Маңғыстау жөнінде Алматыда үлкен жиналыс ашып, келген геологтар, ғылыми адамдар нетіп, осы Маңғыстаудың несіне тексеруіне үлкен мән беру керек. Дегенде ең бірінші сол кісінің осы сөзі кейінгі жаңағы ізденістерге неткен адамдарға бір тілге тиек бол деп сөйлейді. Мына кризисный бурение дейтін бар өзі. 1200 метрге дейін қаза солай өзі. Осы 1953 жылы осы Маңғыстауда сонда бір экспедиция, поисковый ізденіш партиясы дейді, енді кризисный бурение сол нетеді. Оның бастығы Мырзағалиев Қамысбай дейтін Беріш ағамыз болды. Өте бір жақсы, сауатты сондай ағамыз еді. Бірге тұрдық, мына құрықта болды ол. Міне сол кісі экспедицияның бастығы болып 1953 жылы осы портқа келіп қоныстанады. Содан келіп көптеген жұмыстарын жүргізеді. Мына Қызанбетіне де, сосын мына Түпжіктің айналасын әсіресе, мына долы кебеттерде бірден, екіден сондай скважиндар әр жерден қазады. Солардың қорытындысыменен осы мына Атырауда Западно-Казахстанский геологический управлениеде бір үлкен жиналыс болған. Сол жиналыста сол осы ізденістердің, алдыңғы ізденістердің, соңғы ізденістердің, сосын жаңағы Мырзағалиевтардың берген данныйлары бойынша бұл қалай болғанда да үкімет сосын шешім шығарған. Не болғанда да Маңғыстауды зерттеу керек. Анық барлық алдын ала жасалынған зерттеулерге қарағанда анық бар, мұнай барлығы, газ барлығы, түсті металдардың барлығы анық. Сондықтан оған үлкен-үлкен мекемелер құру. Геофизический, геофизикалық мекемелер, сосын енді мына бұрғылау сияқты, сосын тағы да мына гидрогеологический нелер бар бір. Партия болды, мына шетпеден әрі қарай неге қарай жүргенде бір шетпеге жақын жерде бір не болды, бір партия болды. Міне солардың нелерімен енді бұлар енді көбіне олар суға қазды, суға. Енді біздің Маңғыстауда су жоқ қой енді. Сондықтан осы Маңғыстаудың жерін бәрін бұрғылап зерттеу үшін оған су керек. Сондықтан ол сол суды іздеп, сол әрбір терең бұрғылаулардың жанынан 2-ден 3-тен тайыздан 60 метр, 70 метр тереңдіктерден технический су шығарып беру керек болған. Соған орай сондай жаңағыдай партия құрған. Yani біздер содан енді сол 1957 жылы Маңғыстау трес, Маңғышлақ нефтік газ разведка дейтін трес құрған. Соның бастығы Өзбекқалиев болған. Сосын қалған енді отдел трудоздар, мына Каналев Саудова дейтін ағаларымыз болған. Сосын Сәлімгереев дейтін Беріш ағаларымыз болды. Олар сол жаңа по транспортын орынбасарлары болған, транспорт жөнінде. Тағы сондай үлкен-үлкен жұмыс атқарған азаматтар болған. Сол 60 жылы мен сол келсем, келдім, енді сол жылы үйлендім және. Сосын Треске келдім, маған жаңағы жолдамамен келдім ғой енді. Соң келгесін, бұрыннан таныс сол Мақалский конторы бөлімінің бастығы болып тұрған. Мен солардың қарауында жасаған, бана Ганишкинде партиясында. Сол Өзбекқалиев Қалел Жапаров екен, Трестің бастығы. Ол кісі мені танып, мен де оны танысып, амандасып, баяғыдан көрген адамдар болып.
сөйтіп сосын жаңағы жолдамамды көрсетіп, сосын түбішік дейтін осы арада не бар, разведка бар. Сен соған боровой мастер болып бар деді. Сосын енді Қалеке бұл жақын жерде не жоқ па, жұмыс жоқ па деп мен жаңағы нетіп едім. Мен олай болса, осы арада аэропорт бар, дөңнің үстінде. Сол аэропорттың қасында Қоянқала дейтін, Қоянқала 1 дейтін ұңғы бар. Сол 2400-ге ме, 2500-ге қазады. Сен соған әзірше сол бөлешік болып 8-ші разрядпен бара тұр деді. Қуанып кеттім соған. Сонда мына Төреғали дейтін болды ғой, герой мына Кадиров. Сонымен екеуміз бақтылас болдық. Сол жаңа Қоянқала дейтін бірінші неде Кулашковый некен, Кулашковый мына скоростьті аяқпен салады, сатырлатып. Сондай екеуміз сонда жасадық. Ол енді менен гөрі опыт, жаңағы несі бар, опыты бар ағамыз ғой енді. Соны бірге болдық. Сосын мына Ғазиз Әбдізақов дейтін ағамыз болды. Соларды көрдік. Түбішіктің разведкасының бастығы Тәжип Қасан дейтін аға инженері Қазип Қуан дейтін ағаларымыз екен. Солармен бірге жұмыстас болып, сонда соның айналасын түгел қаздық. Енді осы төңіректі қазғанда, осы түбішіктің қорытындысы да тереңдігі неше метр екен, 50-60 метрдің шамасында үлкен смала бар екен. Тас болып қалған, мұнайдан құрылған. Оны енді шақтының методын ала ма, ерітіп ала ма, оны енді ғылыми немен, жолымен қалай болғанда шешеді ғой енді. Мен сонда сегіз запас барлығы анықталды. Сұйық, бұлай не мұнай газ нелері онда аңғарылмады. Енді сол кезде сол түбішікті қазып атқанда, мына Қазан жақта партия болды. Мына Ысқалиев Самық дейтін ағамыз болды. Сонда жаңағы мәстер екен. Мені сөйтіп одан да бір дұрыс дәреже жаңадан қазылып атқан нәрсе ғой. Оларда проектісіне жетпеген. Сөйтіп жүргенде, мына Жетібайды қалайда бригаданы көбейту керек, бұны қазу керек дейтін ұйғарым болып, түбішіктегі боровой нелердің бәрін Жетібайға көшірді. Қазып атқандарын бітіртіп қаздыртты. Қазып Қоекеңменен жаңа Қасекең Тәжип Қасан екеуі сол мен разведканың жұмыстарын бітіргенше, көшіргенше сонда болды да. Мен сол 62 жылы Жетібайға старший инженер жіберді экспедицияға. Жетібайский нефторазведочный экспедицияға. Келсем, бұл жердегі халықтың жұмысшылар бар, сосын кеңсесі бар, экспедицияның бастығы бар, главный инженері, барлығы сол жер астында, полуземлянка дейді ғой, жарпылай жердің астында үйде екен. Сол жердің батында клуб бар, жердің үстінде, сосын жаңағы тамақхана бар, столовый бар. Мен сол жерге тұрып жұмыс жасадық. Сол экспедицияның бастығы Рахымжан Сағындықов дейтін ағамыз екен, үлкен кісі, сол уақыттарда сол 55-60-ларға келіп қалған кісі деймін. Үлкендігі білініп тұрады. Васин Александр Захарович дейтін главный инженер екен. Мені солармен жұмыстас болып, мен аға инженер болып жасадым. Менің жұмысым бұл жердегі таңертең сағат 7-те келіп боровойларға вақтыларды шығарам. Енді біреулер ауырып қалады, біреулер жаңағы кешігіп қалады деген сияқты. Сондай қазып атқан боровойлардың вақтысын жаңа түгендеп толтырып жіберіп тұрым керек. Тұрған сквадындарын алып. Мен сөйтіп, ол уақытта сол 6-7 бригада болды. Сол бір күні 4-5 жаңағы автобус вақтылар ішінде отыр. Есікті жапқан. Сосын ана шофырға барам, ау жүрсеш, вақты 8-де жүріп кету керек, сағат 8-де. Ана вақта барам, мен тұрекке жүрейін деп жатырмын. Ана шофырға барам, жүрейін деп жатырмын. Сол бір уақытта жаңағы Сағындықов Аракен келатыр екен, ай тұрсын ғой, мына вақты неге кетпей тұр деп маған шақыртып келіп неткенде. Сөйтікенде
жаңағы автобустың есіктерін бәрі сатыр етіп ашылып, бақтың бәрі сау етіп. Соның ішінде Нұрғали Құтжанов дейтін шал, Олжашы, өзі кішкентай бір таншықта келген ағамыз екен. Сол Ыреке, Тұрсынғалиға ұрыспаңыз, біз сізді күтіп тұрмыз. Біз сізді күтіп тұрмыз, сізді күтіп тұрған себебіміз осы Маңғыстаудың мұнайын Түркменстанға береді дейтін хабар бар. Ал сол хабар рас болатын болса, біз міне қазірден бастап жұмыс жасамаймыз. Біз вақтаға шықпаймыз. Деді жаңағы шал. Жұрттың бәрі үн жоқ, түн жоқ. Сосын енді жаңағы Сағындық Рахымжан ағамыз кішкентай ойланып тұрды. Сендер былай жасаңдар деді. Сендер қазір вақтаға барыңдар, жұмыстарын жасаңдар. Борабай тоқтатпаңдар. Мен таңертең тағы осы уақытта жауабын беремін. Деді жаңа. Сосын вақтылар кетті. Сол өзі айтқандай ертесіне таңертең сағат 8-де сол жауабын берді. Ол рас екен. Жоғарыдағы ағаларыңыз, академиктер бар, мына Қонаев ағаларың бар. Барлығы бірігіп, жоғарғы Москваға комитетке, партийный комитетке қаттамаменен, қатпенен барған. Ол мәселе шешілген, енді ол болмайтын болған. Дұрыс шешім болмаған кезінде деп. Содан сөйтіп жұмыс жасадық қой енді. Сөйтіп жүргенде сол Борабай бригада көбейді. Жаңағы Рахымжан Сағындық ағамыз жаңағы жұмысты тастап алдына кететін болды. Қишмет дейтін ағамыз сол начальник экспедиция болды, Жетібайский нефтеразовещание. Тәжиев Қасан дейтін жаңағы түбіржіктің несі, ол главный инженері болды экспедицияның. Сол жерде производственный диспетчерский служба дейтін бір не ашылды, кішкентай ғана шағын кеңсе. Оның бастығы жаңағы Қазиев Қуан болды. Соның аға инженері мен болдым. Біздер енді екі жасадық. Таңертең сол Борабай мастерлар таңертең кетерде кешегі жасаған жұмыстардың рапорттарын тастап кетеді маған. Мен соны бір жасаған бәрін қараймын, ертең ана диаграмма дейтін болады. Көтеріп жібергендегінің бәрін көрсетіп тұрады анандайдан. Соның сәйкес пе, сәйкес емес пе, барлығын сөйтіп нетіп, сосын қол қойып, жаңа Наримеевке тапсырам да, сосын Қуекең, оны асардан, мына Жетібайдағы қазір мост бар ғой енді. Мосттан былай қарай тағы бір ертеде бір мост болды ғой қазір осы. Мосттың астынан өтеді қазір. Сөйерге дейін енді Жетібайдың несі ғой енді. Ұзындығы несі. Сол Қуекең бір жағына, мен бір жағына екі бөліп, күнде екеуміз пландаймыз жаңа. Сол сағат 9:30-да сол Борабайларға кетеміз, содан кешке келеміз. Кешке разнарядка. Планировка. Бүгін не жасады, ертең не жасайды. Содан әрбір Борабай мастер шығып тұрып сөйлейді. Мынадан бүгін Борабай осында тұрып қалды. Мынандай нәрседен тұрып қалды. Ертең мынандай нәрсе керек. Немесе түнде осындай болды, немесе авария болды. Не керек? Бүгінгі қорытынды түсіменен ертең керек нәрселерді сөйле шешеді. Сөйле жаңа базыны басқаратын складчиктер қатысады. Қалған адамдардың барлығы қатысып, керек адамдардың барлығы разнарядка сөйтеді. Не керек? Түнгі сағат 11-де үйге келеміз. Сол 1962 жылы ма? Одан бұрын 62 жылы. Оны уақытта біздер Маңғыстаудың несі халқы неге бағынады? Партия жөнінде, хозяйство жөнінде де Атырауға бағынады, Гурьевке бағынады. Гурьевтің обком секретары Оңдасынов дейтін ағамыз болды. Біздің фортта Жанболатова болды, Ибаш. Сол Өзбек Қалиев бастаған, қасында бір-екі адам бар, бір күні сол Жанболатова келді. Онда жаңағы Рахымжан бар, Рекең бар. Келіп. Мен енді жаңағы полуземлен қойынды. Конторымыз бәрі бір жерде. Мен сол жерде отырам, Рекең арадай өзінің орнында отырады. Жаңағы кісілер келіп, нетіп, амандасқаннан кейін
не керек? Боровой жүрмейді мәселе. Монтаж уақытында тапсырылмайды, сондықтан экспедиция планы орындалмайды. Енді оның себебі монтажға зат жетпейді. Соның ішінде бурокрития, мына ілесі материал. Сосын мына сварочный жұмыстар, осылардың кейбір заттар жетіспейді дейді екен. Міне сол осындай нелер бар, жетіспестер бар бұны. Әреке, оның себебі не деп Жанболат біздің жаңағы Рахымжан Сағындиевқа сөйледі ғой. Сосын ол кісі айтты осындай деп. Соны жетіспейтін рас, монтажды уақытында тапсырмайды, сондықтан бөліне жіберуге болмайды. Соны планды сөйтіп орындай алмай тұрмыз. Сонда қиындық көріп тұрмыз деп, ол кісі дұрыс жай парақат айтты енді. Соны сөйлегеннен кейін Жанболатова Өзбекқалиевқа қарады. Соны Өзбекқалиев Қалекеннің қолында екі лист бар екен, қағаз. Енді мынау осы экспедицияның сұраған заттарының қағазы, заявкасы. Мынау сол бойынша біздің берген заттарымыздың несі. Біз оның бәрін толықтырып бергеніміз даже 100% дей. Неге жетпейді, қалай жетпейді? Дегенде қылды да Қалекең енді. Енді ол уақытта адамдарына біріне тиісіп, ашуланып сөйлемеді ғой енді. Сөйлегенде, Өзбекқалиев сөйлегенде Сағындиев. Ал енді мен бір жасқа келген адамым деді. Жертөледе жатам. Мына Васин екеуміз бір неде жертөледе. Түнде ұйқым келмейді. Далаға шығам, былай жүрем. Сонда тонында жерде бір екі адам кетіп баратады. Біреуі кішкентай бойлы, біреуі ірі адам. Иықтарында бір зат бар, ұзын. Содан 2-3 күн соны байқадым. Артынан сұрастырып қарасам, өзіміздің жұмысшылар үй салып, сол үйінің төбесіне жаңағыдай заттар керек екен. Сол біздің баздан барып ұрлайды екен. Енді оның ұрлық екенін білгеннен кейін заң бойынша мен заңға айтуым керек. Мына ұрылар бар деп. Ал үйдейін десем, ол өзімнің рабочийім екен. Ол таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасайды екен. Біз үшін, үкімет үшін жұмыс жасайды екен. Кешке бір аяқ шайын ішіп алып, бүткіл семьясыменен, әйелі мен баласы балшық илейді, ананың өзі тас қалайды, тағы ағайындары көмектеседі. Түнгі сағат 12-ге дейін жұмыс жасайды екен. Ал енді жұмысты да беретін біздер, үй салатын да осы үшеуміз ғой. Біз үшін рабочий біздің жұмысымызды жасайды. Плюс біздің салып беретін үйімізді өзі салады екен. Мен ондай тіршілік жасап жүрген, өзіне қамқорлық жасап жүрген адамды қалай мен милицияға беремін? Міне тағы оның бәленше осы монтажға жетпей жатыр дегендей сөзді мен айта алмаймын, мен кубатурасын анамасын шығара алмаймын. Бірақ енді соның әсері болуы мүмкін. Сондықтан мен сіздерден сұрайтын, осыны бір дұрыстап, анықтап шешу керек шығар. Осы Жетібайдың жұмысы жөнінде деді, жалпы деді. Басқа да уақытша жетіспестер көп. Осы тек қана ілесі материал, тек бурокрит емес деп сөйледі. Сағындиев жаңағыдай дегенде, ішінде демалыс берсек қайтады деді. Жақсы деді. Мен де шығып кеттім. Жаңағылар қалған. Көп кідірмей іштен шықты, жарты сағаттан кейін. Шықты да машиналарына кетті жаңа. Енді сол Жанболатова сөйтіп келіп кеткеннен кейін көп ұзамай қонайып кетті. 62 жыл. Андуаны ұшып келді. Келді, енді
менің көрген жерім Қонаев самолетпен келген, бірақ Қонаевтың самолеттен түсіп жатқанын мен көргенім жоқ та, соны адамдар келіп, қасындағы адамдар келіп, тамақхана алып келді. Сөзін тамақ ішкен болу керек. Енді басқа жұмыстарды, өндірістік жұмыстарды сол экспедицияның конторында шешілген болу керек. Не жасап, не қоятын. Сон келгеннен кейін қайтадан қасындағы адамдар Қонаевқа не беріп, былай бағыт беріп жүреміз дегенде, анда жерде жаңағы клуб дейміз ғой, дом культуры дейді қазір. Сол клубтың жанында көп адам тұр екен. Енді Қонаев мына жағында клуб, мына былай қарай жүрудің енді үлкен кісі ғой енді. Мән береді ондайға. Партияның басшысы, республиканың басшысы. Соны алды да, ана кісілердің несінен етті де, мына көп адамға қарай жүрді. Сол кішкентай жүріп келді. Келіп ішінде Сақан дейтін шал бар екен. Аты Сақан, шәкірт дейтін баласы болды, Боричук. Сақанов шәкірт дейтін. Жаңағы Сақан дейтін шалға келіп, қалай қосағыз деп, амандасып сөйтіп жатыр ғой енді. Ал не жетпейді, жағдайларын қалай деп сұрайды ғой енді. Сон балалардың енді жұмыс беріп тұр, айлығын беріп тұр, тамақты да беріп тұр. Анда-санда 100 шақты жаңағы 200-дей қойды әкеліп, мына ауылдың ортасына әкеледі, сон балалардың айлығына жазып береді. Қойларды арзан, солайда қолма-қол ақша төлемейміз әйтеуір. Етіміз де сол басқа нәрселердің бәрі жетісіп тұр. Осы біздің қазақты құртатын бір інген шай дейтін бар. Ол индийский шай екен ғой. Сол жетіспейді, бір мүмкіншілік болса, соның болған жақсы көремін, үлкен адамдар күн ыссы шайменен етеміз осы біз. Ысыға қарсы осы шай терілеп нетсең, шөлің қанат анамын деп. Сондай айт. Мына жағына былай қарап еді, бір адам алды да, ол жазды. Сосын ол уақытта бөлімге жұмысшылар жетіспейді. Мына армиядан демобилизовать еткен, сұрауын өтеген солдаттар осындай жерде жұмыс бар десе, солар келеді екен. Сосын ремесленный училищеден жаңағы жолдамамен келеді. Сол жаңа көп адам ішінде бір 3-4 жаңа ремесленный училищеден орыс жігіттер тұр екен. Солармен сөйлесіп жаңа. Олар да бұлай нормально барлығы, айлығымыз алып тұрмыз, жұмыс бар. Что-то скучно болады деп олар жаңағы. Клубта не болады, танысы болады, кино көрсетеді деп, әйел балдар болмайды дегенде алды да. Соны ана кісіге бүйтіп еді, анау да оны жазып алды. Сол Қонаевтың сол келгеннен кейін кешегі 94 жылға дейін бізде орыс дейтін болды. Отдел рабочий снабжение дейтін. Кенебаев дейтін бастығы болды. Тікелей Москвадан келіп тұрды. Индийский шай. Соның артынан строительный училищеден Атыраудан 60 қыз келді. Сол 60 қыздардың бәрі осы Маңғыстауда қалды. Бәрі осы келін болып, бәрі танитын адамдар бар. Міне үлкен кісілердің уақыт нәрселерге қандай мән беретіндігін айтып отқаным ғой мен. Міне сол Қонаев келгеннен кейін көп ұзамай бір 2 айлықтың шамасында ма, ол уақытта мына Шаймерден Есенов біздің министр геология Қазақ СССР. Сол мына выездной жүрмелі коллеги дейме, выездной коллеги келіп Жетібайға ашты ғой. Сондай келеді, министр келеді, жиналыс ашады, өндірістің мәселесін шешеді деген хабар жетісті де, соны білген геологтар жаңа клубтың ішіне карталарын іліп, 2 күн бұрын келіп, жаңа жатты жаңа. Бұрын стенкінің бәрі геологический картамен толып кетті жаңа. Соны Есеніп келді, 4-5 адам болып келді. Соны келіп те, балда трибуна жасап қойған ғой, отырғыштан нелер қойып, мұнда көптеген адамдар Есеніп ұшып тұр келді. Геологтар, сіздерге көп-көп рахмет.
майды бәрін тауып беріңдер. Май бар екені анықталды, газ бар екені анықталды. Енді тез үкіметке беру керек, осының майында, газында. Қазір үкіметке үлкен осы проблема болып тұр. Соны тездету үшін біздер осы коллегияны ашып отырмыз. Қазір Өзбекқалиев тұрады да, управляющий трес тұрады да 10-15 минут сөйлейді. Сөйлегенде көп нәрсенің қалай шешіліп, қалай қойдығын айтпайды. Не керек, өндірісті тездету үшін не керек екенді айтады, не зат керек екенді. Олар келгенде жаңағы Союз бойынша үлкен заводтардың техника шығаратын, трактор шығаратын заводтардың директорлерін ала келген екен. Өзбекқалиев солай сөйлейді, бұда менің заводтардың директорлері кім не береді, соны жазып отырыңдар. Қазір шығып сөйлейсіңдер. Сөйді дегенде, жаңа келген кісілердің ішінде Москвадан келген промышленный отделдің инструктор бар екен. Сосын Қазақстан несінің инструктор бар екен, партияның. Содан Москвадан келген инструктор жаңағы Есен жаңадай дегеннен кейін, жаңа Москвадан келген инструктор айтты, сендер тек қана количествосын айтпайсыңдар. Қай айда, қай уақытта келетін айтыңдар. Менің контролымда болады. Деді жаңа. Ешкім ештеңе деген жоқ. Өзбекқалиев сатырлатып, бәлен станок керек, бәлен трактор керек, бәлен кран керек. Ошым не керек? Дайындалып келген ғой енді. Соның бәрін айтқаннан кейін артынан заводтың директорлеріне сөз берді. Олар сол количествосын айтты, келетін уақытын айтты. Солардың барлығы келді ғой. Заттар. Құдай үйіліп қалды. Жаңа вагон тақтай, кіреткілер кілең, боровой оборудование. Басқа түрлі заттардың бәрі көп нәрсе керек қой енді. Барлығы келіп, осы тасыл бермей, бірінің үстіне бір келіп, кейбір бригадалар жауып қойып, жаңағы вагоннан түсіртіп, техникаларды тоқтатып қойып, соған тасымалдатып. Енді станок көбейетін болды, бригада жетіспейді. Соның жаңағы заттардың бәрі келгеннен кейін, келіп атқаннан кейін, орынбасарларына бәрін қалған заттарды осындай ұйымдастырып, қалайда тездетіп вагондарды тоқтатпау керек. Мен не болса да осы Маңғыстаудан кешегі 2 рет болған репрессиядан көтеріліп көшкен елдердің азаматтардың балдары осы Ширекен, Невиттау дейтін Түркменстанның мұнай нелерінің кендерінде жұмыс жасайды екен. Мен сол елге барып келейін. Мына жағдайды айтайын. Осындай өндіріс ашылып атқан. Олар ертең күндердің күнде біреу болмаса біреу ақсақалдары бар шығар, бізге не айтпадың, қап біз уақытында баратын еді деп. Ата-бабамыздың жерінен май шығып атқанда, мен Қаракен бәлен жерде қалып, бәлен жердегі молада деп біздерге реніш білдірер, мен барып қайтып айтайын осы жағдайды. Деп, жаңа Әделтұрда зарплаты қанағып, Саудабайды алып, Құлшариф дейтін бір атқы бірдің бастығы бар еді, соны алып, жаңа Сәлімгереев дейтін орынбасары бар, Боқазайсын, соны алып, тағы 2 жігіттерін алып, 2 машинамен Түркменстанға Невиттауға тауып барған ғой. Сол Невиттаудың қаласына келгенде машинадан түсіп, осы арада бір сәлем беретін бір үлкен ақсақалы бар ма, ел сыйлайтын депті жаңа. Мен бар, сондай деп, бір жігіт шақырып алып, мына кісілерді ана бәленшенің үйіне алып барды. Сон барып, барса шай ішіп жатыр екен, түс мезгіл болып тұр ғой. Сон келін шай құйып отыр екен, ұшып тұр келіп, жаңа төсек нетіп, дастарханды қайта жайнап, шайнектерді бұлай ығыстырып, көпшіктерін қойып, жаңа келін сөйтіп жатыр дейді. Үйінде ер адам жоқ, ақсақал дейтін, анда жерде бір ақша келген бір әйел адам, үлкен кісі. Сол отыр, қарауында қара торы бір сондай әйел адам, бірақ үлкен адам. Соны шай жасадық, шай іштік, өздерімізде бұлай жол жүріп келген. Сосын шаруамызды айттық дейді.
Біздер келіп дегенсін, сол жердегі өздерінің бір ауылдың үлкендері бар екен. 2-3 үлкен кісілер келді дейді, бірге шай ішіп нетіп. Сосын келген шаруамызды айттық дейді, жаңа осылай да осылай. Сондай мұнай, газ несі ашылып жатыр, үкімет көмектесіп жатыр. Біздерге енді қазір заттың бәрі жетісіп тұр. Енді бізге жұмыс жасайтын адам жоқ. Маман керек. Біздерге бөлешік керек, буровой мастер керек, механик керек, сварщик керек. Не керек? Бәрін жүзіп айтқан ғой енді. Содан осындай Маңғыстаудан кісілер келіп жатыр дегенді сол ойда естиді ғой енді. Мал сойылып жатыр дейді. Содан сол жерде 20 шақты адам жиналып қалды дейді жаңағы үйдің ішіне. Барамыз да барамыз. Менің қарекем солай еді. Бәрі анау нағашым солай еді. Солай еді, бұлай еді. Не керек? Осы сияқтың адамдар екен. Барлығы да. Біреулері шешесінің құрсағында қалғандар. Біреулері әке-шешелері жолда алып неткен адамдар. Сондай азамат болып, маман болып, оқып. Түркмен дейтін халықтың бір жақсы жағы біздің қазақты ол ренжіткен жоқ қой. Мен сол жақта оқыған неткен бәрі де жұмыс жасап сөйтіп жатады екен. Не керек? Бәрі баратын болды дейді. Баратын болып, ішінен бір нені сайлап, давай дізім жаса. Сосын Өзбек Қалиев айтып, енді сендер дүниелерін сатыңдар, дара тастап кетіңдер деп айта алмаймыз. Еңбекпен тапқан малдарың бар шығар, заттарың бар, қораларың бар. Осы күйінде алып кетеміз десеңдер, бәріне машина берем. Подъемный төлейм. Осы жұмыстарды жасап жүрген жұмыстарыңды берем. Енді барған бойына сендерге үй берем деп айта алмаймын, бірақ үй салып жатырмын. Үлгеремей жатырмын. Үлкен барашный нелер бар, солардың ішіне тұрасыңдар. Сосын біртіндеп өздерінің шешімдеріменен, баласы көп, ана мұна дейтін болсаңдар, өздерінің шешімдеріменен үйді кезекпен кезек бере берем. Деген бәрі баратын болып, соның жаңа тамақтарын жеп, біз енді осы жақын жерде тағы да бір нелер бар көрінеді, ауылдар барып қайтайық деп, қасында поселкелер бар екен. Соған барып, ол жерде жігіттер баратын болып, жазылып сөйтіп. Сосын енді ауылға қайтатын болғасын, Қалекең Өзбек Қалиев айтыпты, кеше келген үйімізден кетейік, не болса да. Хабарымызды айтайық деп. Сосын баяғы үйге келдік дейді. Келсек, баяғы барамыз дейтін жігіттер айнып қалды дейді. Соны айттық дейді. Кеше енді біз зорлайтын үйіміз жоқ. Сонда хабарлауға келдік. Ертең сіздер өкпелемесін. Неге бізге айтпады екен, елдің азаматтары демесін деп біздер соны хабар беру үшін келдік. Ал кім барам десе, жаңа жағдайды айттым ғой енді. Ал бармайым десе, әркімнің өзінің ісі. Деді дейді Қалекең. Сөйлегенде, ай деді дейді, арт жағымыз отырады дейді жаңа. Әйел адам кемпір. Баласына қарап, шақыр ана бәленше деді. Ана бәленшен қайда? Деп нетті де ысырылып біздің қатарымызға келдік дейді. Келді, қайнысы ма білмеймін, біреуге айда тиісті дейді. Сен неге құтырасың сен? Сенің шешең ғой, сен өзің іште қалған баласың сен. Сен шешең сені арқалап жүріп, арқасында доллардың ішіне сені арқалап жүріп, Түркменнің күлін шығарып, сексеуілін шауып, үйіне тасып, сен осындай азамат қылып. Осы үйдегенде жігіттер келіп бастап, сен неге отырасың? Сенің әке-шешеңді көмген мен? Мені біздердің арқамызда сен адам болдың. 3-4 адамға тиісті дейді жаңа. Соны жаңа Өзбек Қалиев айтады, мен бір түрлі болдым дейді, елді шағылыстырып кеткенде қалып. Ана кісінің айтқан Қалекең айта алмайды ғой. Мен анандай сауаты жоқ. Далада өскен, көптеген қорлық көрген, өзі анандай жасқа келген адамның анандай қылып сөйлеген мен өмірімде біздер етіп сөйлей алмаспыз. Дәлелдеп кәдімгі тиісіп әрбіреуіне. Бырқылдап, көздеріне жас алып, тіпті анадан еңкейіп жерге қарап. Соны көбі келіп. Соны біздер
жүреміз деп нетеміз деп жатқанда баяғы ауылдың ақсақалдары да бар дейді бізбен бірге жаңағы шайдың үстінде. Не керек? Соны қайтадан келіп біз барамыз деп бәрі тізім жасап адам жібереміз. Кім не барады, қандай мамандық неме барады, қандай дүниясын ала кетеді, деп бізден 3-4 адам жібереміз. Қалай екен деп. Сөйтіп амандасып нетіп ауылға келді ғой. Содан 6 бригада алып келді ғой. Жаңағы үй Шалабаев дейтіннің үйі екен. Шалабаев Құсайын дейтін мастер болды. Осы Жетібайда. Біздер бірге жүрдік, бірге жұмыстап болдық. Ол артынан мына Маңғыстау мұнайгаз алып кетті. Оның ағасы бар екен, доктор наука, Саламат дейтін, Шалабаев Саламат дейтін. Сол кісіні мен 1-2 рет көрдім. Осы Аққұмға келіп, осы мына Оңдық тауы менен Отпан таудың екеуінің ортасында мына Шетпе кенті бар ғой. Сол жерден 7000 скважина салу керек. Мына Қаратаудың астының несі құралымы басқа, мына разрез басқа. Осыған бір 7000 скважина салу керек. Бұның астында суда болуы мүмкін, түрлі металдар да болуы мүмкін, тіпті біз білмейтін бір нәрселер де болуы мүмкін. Деп сөйтіп, енді ол уақытта ақша болмады ма, және 7000 қазатын бізде техникалар болмады ма, қайдан білейін. Осының енді ол сөздер қолдады ма, қолдамады ма мен білмеймін, бірақ енді ол анандай жұмыс жасалынған жоқ. Менің өсігімге дейін де жасалынған жоқ. Міне сөйтіп, сол жұмыс жасадық. Сол 66 жылы жаңағы қандай мен производительство службада жасадым. Содан қуанды бір неге жұмысқа, басқа жұмысқа ауыстырып, мен сол подъездің бастығы болдым, Алғантай болып. Сол 65 жылы Қарамандыбас дейтін участка ашылды. Мына өзеннің қасында Қарамандыбас, қазір майын алып жатыр ғой. Сонда начальник участка болып кеттім. Сол 65 жылы. 66 жылы сол мені Южный Маңғышлавский нефтеразведочный экспедицияна, экспедиция емес, разведкаға, үстіртке. Начальник разведка қылып жіберді. Сол ең бірінші сол Ақсақсал бір дейтін скважинды қаздық. Боровой мастер борыш болды. Одан басқа жаңағы Бірінжік дейтін, Дашқала дейтін, Гасанский дейтін учаскелерді қаздық. Сол жерден поселка, сол өздері біреу мына жақта, біреу мына жақта, жан жақта болды да, ортасынан поселка ашты. 20 шақты азғантай бір семьялық үйлер салды, контор салды, жатақхана салды, электростанция салды, сол жерден үлкен поселка салды. Сосын сол жерде вертолет базировать етті үстірттің басында. Уссыкаменогорский вертолетный отряд бар екен, содан командир өтеді. Ми-4 вертолет сол жерден. Олдың үкімет енді дұрыс, ол уақытта разведка үлкен мән берді ғой, дұрыстап шешті енді. Сол вертолет болмағанда біздер оның боровой керек нәрселерді уақытында несінде, немесе ауырған адам, немесе бір нешеසේ случай болған адамдарды тездетіп шығара алмайтын едік біздер. Ол дейтін үлкен көмегі болды. Осы Ақсақсал бірді қазып бастағанда Жетібайский нефтеразведочный экспедицияның главный геолог Тевашев Вадим дейтін жігіт Ақсақсал бірден мұнай газ шықпаса дипломын жыртам деген еді. Біздер енді бұл уақытта тездетіп қазатын, нететін бізде технология болған жоқ. Авариядан авария ұстап қалады. Қосатын қимерегенттер жетіспейді. Жоқ. Ол таудың астынан, сазды таудың астынан тасиды. Технический су жаңағы алған тайызға скважиндар қазып береді, солардың суын пайдаланамыз. Ақсақсал бірді сол 5-6 ай тұрып қалдық. Жаңағы 75 метр ме, 78 метр ме жаңағы ұқот дейді.
сажетіңіз кете береді да, қанша не істесең де кете береді. Соны безвыходный циркуляция дейді, жаңағы суды жинап алып, қазасында бір точкада тұрып тек айналдыра бересің, сөйтіп мына жарықтың тұсынан былай өтіп, 40 метр, 50 метр өткеннен кейін технический колонн жіберіп, цементтеп, сосын әрі қарай қазып қой. Сол енді 4400 неше бірдемеге жеткенде ме авария болып шығара алмай, соны тастап кеттік оны. Артынан Ақсақсал бір дейтін, мен енді начальник разведка болып 71 жылы Ақсуға келдім. Содан кейін жаңағы Ақсақсал 4 дейтін монтаж заводы, соны қазып. Сол уақыттағы енді әуелдегі 92 жыл, жаңағы 57 жылдардан бастап 92 жыл, 69 жылдарға дейін. Ол уақытта мына Әділ Нұрмановтың қайда жасағанын білмеймін мен енді. Мен Әділ Нұрмановты ол уақытта Жетібайда көргем жоқ. Оның артынан таныс болдым мен. Сол уақытта енді осы Маңғыстаудан институт бітірген жалғыз мен болдым. Осы 69 жылы жаңағы Өрешен дейтін жігіт, Өрешен Бекниязов дейтін, мына Тарас Мырзабеков дейтін жігіттер, осы 69 жылы бітіріп келді. Лесбай келді, иә, дұрыс. Лесбай па? Солар келіп, енді Өрешен, ол уақытта мұнда мен 73 жылы Қаракеңгір нефть экспедиция бастық болып келдім, Ақсудан. Мұнда. Сонда Өрешен осында үлкен әдделді басқарады екен. Өрешен. Соның артынан осы басқа жаққа бір компанияға ауып кетті, ол сояқта көріп ауырды, соны қайтыс болды сояқта. Міне ең бірінші менің көрген жігіттерім біздерден келген. Енді әуелгі сол жаңа Қарамандыбас сүтке шыққанға дейінгі Боровой мастерлер Ырысқалиев дейтін ағамыз, сосын Борыш дейтін Боровой мастер Виктор Борыш, Таравин Михаил дейтін жаңағы орыс жігіті Петров, Николай Михайлович Петров, жаңағы Алтынск базында қалып кеткен фонтанда болған. Міне осындай жігіттер сол уақытта алғашқы Боровой мастерлер болды. Енді содан кейін мына жігіттер бітіріп келіп бастады да, Салманов сүйеген Боровой мастер болды. Сосын Тоғжанов Боровой мастер болды. Араласып та біздің жігіттер. Сол 70 жылы Ержеп Қайролда Қызылып Тукимов мына бітімдер осылар бітіріп келіп. Келікті осылар Бөріншік Помбур болды, Бөріншік болды, Көкжалбай Боровой мастер болып кетті. Соның біреуі мына кім? Қайролда. Қалған үшеуі де Боровой мастер болды. Осылардың Қайролдан басқасының қалғанның бәрі начальник экспедиция болды. Енді Қайролда сол Боровой мастер болып істетті, ол уақытта Өзен ауданы болды деймін. Өзен ауданында комсомол комитетінің бірінші секретары болып кетті. Сол комсомол ұйымының бірінші секретары болып жүргенде бұны Байып дейтін бір күні звондайды, сені Атыраудағы обкомның бірінші секретары Көлебаев шақырып жатыр. Ол неге шақырып жатыр? Білмеймін, барғасын көресің ғой деп айтты дейді. Соң барғаннан кейін бұны біздің мына Ерерім ауданының секретары сайлаған екен. Осы бұл келіп исполкомның есі қылып, председатель қылып
кімді Мұңалбай, Шеген Мұңалбай фамилиясы келмеді, Икаев Мұңалбай исполком болды. Енді осы кішкентай өзі Шеген істейді ғой. Секретар болған енді өзіміздің жігіттер болды ғой. Соның ішінде біздің осы трестің жігіттері. Мына Тергеу Айдархан секретар болды. Кекбайлар болды. Соның ішінде осы секретар болып жасаған жігіттердің ішінде мына Қайролла секретар болып келді де 12 жыл осы Ералиев ауданының орталығынан орталық жылу жүйесін жасады, 12 жыл монтаждады. Бұл мазутпенен нетеді екен, оты мазут жағады. Соны кестіре алмай 12 жыл. Сол Ережаев секретар болды да осы соны салған алматалық компаниялар екен, соның өкілдерін шақырып, облыс полкомының председателі кімді? Сұрап, қатысуын сұрап, артынан обкомның бір секретар болды ғой бізде. Атырауда исполком председателі болды. Сол осында үлкен жиналыс ашып, сол мәселені шешті. Осы Қайролла. Енді Қайролланың сондай енді несі шығар енді. Жаңа ширақтылығы, сосын халыққа деген өзінің бір жанашырлығы, секретар деген өзінің бір елдің, ауылдың, районның басшысы болғасын өзінің міндетін мойындап. Соны сөйтті де, бұл секретар болды да мұна Жетібайдан больница мен школ жаңадан салдырды. 1989 жылдары мұна Қашағанның 150 жылдық тойын тойлау керек болып, осы Қайроллаға кірдім. Қайреке, осылай, енді Қашағанды білетін шығарсын енді. Осының 150 жылдағы 91 жыл болады. Осыған бір қолдау көрсетіп, елді бір жаңа жұмылдыратын бір мүмкіншілік болса, қалай болады деп Қайроллаға кірдім ғой. Қайролла алтта түркі болды, осы мәселені шешіп қарайық деді, артынан Икаевқа тапсырма берген екен. Сондай көшеніп сөйлеп жүр, саған барған бармаған білмей, мен Икаевқа да кіргенмін енді. Сол ынталы топ құрыңдар, өзіңді председатель қыл, ынталы топтың басшысы қыл да, бүткіл елге, мына районның халқына несіне нет, басқа райондарға хат жазайық, көмектесуге деп. Маңғыстау ауданы бар, Бейнеу аудандары бар ғой енді оларда. Өзен қаласының әкімдеріне, нелеріне хат жазып сөйтіп көмектесек, осыны қолдайық деп. Содан қолдауды жасатты, тойланды ғой. Енді артынан ол осы обкомның үлкен жоғалтты жұмыстарында болды, Қайролланың білетін шығарсында сендерде. Депутат Верховный Советі болды. Біздерден шыққан осы Қайролла депутат Верховный Советі салмап сүйген ғой енді. Бұда салмап сүйгенде өзінің депутаттығын бұда жақсы біледі екен, міндетін. Қай уақытта кімге қалай көмектесу керек, қалай сөйлеу керек, кімге қандай обращение жасау керек. Бұда сондай нелерді біледі екен. Міне осы буын жігіттер келгеннен кейін, бұл жаңағы 70 жыл ғой, жігіттер келген, ережептердің. Енді 71 жылы Берікқан дейтін ініміз, бұл помгөр болды, бөрешік болды, бұл боровой мастер болды. Сосын бұна трестің отделін басқарды. Технологический отделін басқарды. Балмұхамбетов Қизат, бұда барлық ступеньнен өтті де экспедицияның бастығы болды.
Мына Құлжанов Қырымқұл бұл да начальник экспедиция болды. Енді осы жігіттер келгеннен кейін бұлардың жергілікті жердегі жігіттерді жұмысқа тарту тіпті орын алды жақсы. Енді танитындар бар, нелері бар деген сияқты бұлардың ішінде. Енді ана Тауман дейтін жігіттер осы күнге дейін бір өзінің несі бар жаңағы, мына балдарды оқытатын школы бар. Айналысы бар. Құлжановтар дейтін қазір мына Жетібай кен орнында мына капремонт жасайтын мекеменің бастығы қазір. Осы күнге дейін жұмыс жасап жүр. Ал енді осы жігіттердің келіп бізге жұмыс жасап жүргенде осылар әуелі рабочий жұмысты помбордан бастады, бөліншік болды, геологы болды, несі болды. Барлығы осы тесттің экспедицияларының әділдерін басқарды. Осылар. Басқа жақтан әділдің нелері болған жоқ. Келген жоқ. Келмегенде себеп өзіміздің нелер болды. Кадр өздерімізден тәрбиеленіп, Маңғыстаудың жігіттері оқыған. Енді осы арада мен енді өзімнің ойымда мына біздің 57 жылдан бері қарай біздерді басқарып келген экспедиция болсын, трест болсын, Өзбек Қалел Жапаров қой енді. Соғысы осы кадрларға үлкен мән берген. Осыларды институт бітіріп келгеннен кейін бірден жұмыс қалды. Бірден жаңағы сол өздерінің келген мамандар ең төменнен бастатып, көп көдіртпей, әрі кеткенде 2 жылдың ішінде начальник экспедиция немесе әділдердің бастығын тәрбиеледі. Бұл ісінің методы жаңағы Боровик болса, мысалы жаңа Қайырлы Ақсапсаулы 4 дейтін скважинаның боровой мастері Нұрғатов дейтін ағамыз болды. Соның көмекшісі болып, мастер қылып. Артынан алып тек 1-2 айдан кейін боровой мастер болып шыға келді. Сонда барлық мастердің рапорт жазуы бар, жаңағы несі бар, барлық енді мастердің өзіндік бір нелер жұмыстары бар, міндеттері бар ғой. Соларды үйренсін деп 3-4 ай болса да солардың қасына қойып тәрбиеледі. Міне енді осы Қалекең ағамызға мен өзім немнен ризамын. Өзі мен енді Өзбек Қалипті мақтайын деп отқан жоқпын, бірақ Өзбек Қалипті бір аңғарғаным осы тірі жанбыз ғой бәрімізде. Бір жақтырмайтын адамың болады ғой қалай болғанда. Я сөзін жақтырмайсың, я ісін жақтырмайсың. Я өзіңді бір балағаттап келген адам болса, оны да жақтырмайсың. Солай ғой енді. Немесе бір балаңды өлтіріп кетсе, балаңды сабап кетсе, ол ісін де жақтырмайсың. Адам болып тіршілік болғасын бір жақтырмайтын адамдардың болады ғой. Сол жақтырмайтын адамды сен көргенде, сол баяғы жақтырмайтынды көрсетесің. Қалай болғанда. Қойшы, артынан дейсің, бірін дейсің. Ал енді Қалекең алдына жақтырмайтын адамы келіп, дұрыс сөз айтып, дұрыс әңгіме айтып отса, өзін іштей, бұлай сары адам ғой, тұла бойы, мойны, бет аузы бәрі қып-қызыл болып кетеді. Етегі деген. Сонда ол өзінің жақтырмайтын адамның айтып отқан сөзі дұрыс екендігін іштей өзін-өзі жеңіп, жаңағы сөйтіп атады екен ғой ол. Соны ананың дұрыстығын дұрыс деп жібереді екен. Міне сондай мен өзі адам ақылға өзін жеңдіретін бір адамдар бар шығар, көп шығар. Бірақ өзім көзіммен көргенім осы Қалекеңді 1-2 рет осындай адам жағдайда көрдім. Міне енді осы жағдайлардың бәрін көріп, өндірісті ашып, Жетібай өзен кен орындарын
Қаламқас, Нысановский, Сазтөбе сияқты барлық мына Нысановский деген кен орындар бар, мына жерде Дунға дейтін кен орындар бар. Осылардың барлығын енді ашқан осы біздің жігіттер, біздің қадірлеріміз, інілеріміз, осылардың барлығы көптеген өздерінің жұмыстарын жасаған жігіттер. Енді осы арада бір айта кететін нәрсе, осы жігіттің нелері, балдарының көбі сол бұлғыда жасай ма, жасамай ма, мен соны білмеймін. Егер де жасап, нетіп, өздері маман болып, мамандығымен жұмыс жасап жатса, әрине құба қып. Жалпы бір оқуды бітіргеннен кейін, бір мамандықты бітіргеннен кейін, сол мамандықтың түбіне жетіп, сол нағыз маман болғаны, мен өзім соны ұнатамын соны. Соны дұрыс деп есептеймін. Мысалы бір мамандықты алдым. Мен мысалы енді осы оқуды бітіргеннен кейін өмір бақи сол 59 жылдан бастап пенсияға шыққаннан дейін осы жұмысты өзімнің оқыған мамандығыммен осылай кеттім. Дұрыс маман боласың сонда. Сенің кез келген адам келіп, білесің бе, білмейсің бе, бәрібір сенен келіп ақыл сұрайды екен. Солай болса қалай, немесе қандай нелер болған екен, қиындықтар болған екен деген әңгімелерді сұрастырып, бір-бірінен ақылдасып сөйтеді екен. Енді осы мына жігіттердің, жаңа айтқан мына 72 жылы бітірген жігіттердің көбі қазір осы Ақтауда тұрады. Бәрінде өздерінің бизнесі бар, несі бар. Жаңа Құлжановтар сол айтып отырмын ғой, бір аңғыдуды несінде бір капремонт дейді. Жұмысының бір сегін басқарады да қазір. Міне осындай жағдаймен ашылған жұмыстар ғой енді. Өндірісте. Ең жоғарғы, өзім мамандығымда ең жоғарғы неткен шегі, сол начальник экспедиция болдым. Контур опорный крепление скважинаның бастығы болдым. Басқа әрі қарай. Трестің бастығының орынбасары болдым. Сондай жұмыстар. Мен енді ғылыми жұмыстармен айналысып неткенім жоқ. Әркім өзінің шарғасын білу керек қой. Әркім. Мен ғылым біреу предлагать етіп, бізге келсеш, институтқа келсеш, осындай нетеді, атынан кандидат қорғайсын, анау деп. Дегенге ондайға өзінің шарғаңды білуің керек қой. Сондықтан бұндай неге мен маған ұсыныстар жасалған жоқ. Енді бұлай жаңа исполкомдыққа нелерге ұсыныстар болды кезінде, партияның кезінде. Мен барғам жоқ оған. Барғам жоқ. Ондай доклад жазып, бір жердің жаңағы партияның несін орындалмасаң олардан выговор алып, нетіп жүрген ондай нелерді мен көп нетпеймін да. Өзің жұмысын жасап, жұмысын келіспей жатса, өзің білесің ғой, неге нетпесің. Соған өзің жаңағы не қолданасың, шара қолданасың деген сияқты. Сондықтан өзің маман болғаның менше жақсы. Інілеріміздің ішінде геологтар да бар ғой, көп қой. Матаев дейтін, Жақсығат дейтін інілеріміз бар. Матаев дейтін геолог ініміз ол қайтыс болды. Жақсығат бар ол қазір. Енді сол геологтардың ішінде осы нағыз геологияға, өзінің мамандығына нағыз терең мән берген, соның ойы, несінің барлығы сол геологияның үстінде жұмсаған энергиясының барлығын Әділ Нұрманов. Мына Қаражанбас Қаламқас, Қаражанбас кен орнының ашылуына себеп болған осы кім? Советтер одағында мына Достық дейтін
май құбыр болған. Достық дейтін. Достық дейтін құбырдың бойында өзінің көлем территориясында мұнайы жоқ мемлекеттердің үстімен өткен. Дружба, нефтепровод, достық нефть. Сол бұл майды қашайлап тұрған Советтер Одағы. Шикі май, жерден шыққан май. Соның әрбір мемлекет мына кетіп баратқан құбырдың несінен өзі задвижкасын тартып алып, сол задвижканың тұсына өздері нефтепероварщик заводтарын салған ғой. Советтер Одағынан долларға тұрады. Заводтары бір сағат тұрып қалса да алтындай штраф төлейтін болған. Сол мына нефтепроводта кешегі сол біздердің қазып, мына Жетібайды асықтырып, мына өзенді асықтырып қаздырды ғой. Давайда давай болды ғой. Солардың себебі сол Советтер Одағы мына Дружба нефтепроводын, Достық нефтепроводын аналардың несіне жетістіре алмай сасқан ғой. Сондықтан партияға давайда давай. Мына Жанболатова келіп кетті дедім ғой мен. Енді Жанболатова оңдасып сұрайды ғой обком секретары. Ана разбестердің жағдайы қалай пландарын орындап жатырмын деп сұрамаймын секретар. Сондайдан дүмпуімен келген шығар деп ойлаймын. Болмаса енді өз секретар болғасын білейін деп келген шығар. Енді себебі Жетібайдың құрылысшылар жоспарын орындамай жатыр ғой. Орындамағанша секретар беспокой етеді ғой енді партия. Сондықтан келген шығар. Сосын келіп жаңағыда жетіспейтін нәрселер оңдасыға айтқан шығар обкомға. Оңдасып сосын СК-ға айтқан шығар. СК оны Москваға айтқан шығар. Міне осы дүмпулерменен қонайып келген шығар. Артынан жаңағы осы дүмпуменен Шәмілден Ешеновтың коллегиясы келген жаңағы бүткіл заводтардың директорлерін бәрін қалайда барасын деп ар жағында партия заставить етіп отыр ғой, олар келесі келмеген жоқ қой. Міне осының барлығы жаңағы нефтепроводты обеспечить ете алмай. Менің өзім ойым. Себеп сол мезгілге тап болдық біздер. Мысалы менің жұмысым сол мезгілге тап болдық. Давай болды. Нағы болсын, керін дейтін дұрыс алынбады ана. Не болды? Кәдімгі ана жердің қыршысын алады ғой, майы бар жоғын нету үшін соны лабораторияны нетеді, шешеді өзі. Сондай нелерді қиындықтардың барлығын енді біздерге газ бар жер тастаңдар да май іздеңдер деді ғой. Анан Бексексеуіл тастап кетті, Ақсексеуіл тастап кетті. Мына Ақсудағы нелерді ол жерде газ бар ғой. Бір скважина атып, газ атып кетіп, өтеніп кетті. Сол газ шықты, оның астына мұнай болу мүмкін, бірақ әрі қазыртқан жоқ. Проектісінен әрі. Тастаңдар да, май іздеңдер деп. Міне осы нені норман өзі жоға шығып қойынды. Бұл соны біліп жүреді. Жаңағы мұна неде главный геолог болды ана поисковый партияның. Сол енді оның енді жоғарғы қырғызстарды барлығында өзінің қолында материал бар, өздері жұмыс жасап жүрген. Сосын енді трестің жанындағы ғой енді. Геологический нелерді алуға мүмкіндігі бар. Өзі кезінде осы 35-36 жылдары мына Бозашветте геофизикалық жұмыстар жүрген. Мына жерді аттыратындар бар ғой мына. Солар. Сонда қысқа тап болып ол уақытта тегаш, мына осынгідей барлық аяғы жасайтын орал машиналар жоқ. Бозашвет еркінен сор сондай батпақты болып келеді ғой. Северный Бозашвета бір болуымыз батып кетті ғой біздің. Разбешный. Міне сол кездерде олар жатқанда қыстағы жұмыстарының бәрін өтірік жазып, үкіметке отчет беру керек қой. Сол отчеттарында біз сөйттік, бұл бетте ешқандай структура жоқ, майор деп кеткен ғой. Енді осы соны басқа жақтардың геофизический жұмыстардың барлығын, данныйның бәрін алып келіп, мына Атырау беттердің, Шумышты нелердің барлығын бері қарай қозғап, Нысановский, Сазтөбе, революция жасаған қаратаздардың бәрін нетіп келгенде, мына
Қаратаудың мына бетінде өзен менен Жетібай. Осы мына беттерде не жол май жоқ. Ар жағында не жатыр? Қашаған кеноры жатыр. Міне осылардың барлығын бұл келеді күні түні жаңағы Қаратаждың үйіне даныйларын алып, документтерін, құжаттарын алып, май болу керек деп өзі қорытынды жасайды. Осы қорытындысын бұл жаңағы біздің трестің главный геологы Токаровтерге айтады. Нешеев дейтін болды, начальник отдел. Олар енді айтады, әдеке, давай, басқа жұмыстарымыз да бар ғой біздің. Объединениеге, Гуевке хабарлап айтайық, олар қалай қарайды екен. Деп, в общем, шығарып салады да, анау-мынау деп. Соны әділ көңіл өтпей жүреді. Бір-екі рет айтады. Сосын неден Атыраудан бір командировка геологтарға Имашев дейтін ағамыз болды. Имашев, аты кім еді? Бір аяғы ақсақ өзінің. Сол ағаларымыз келгенде де бір сөздің арасында айтады әділ. О да Токаровтерің бар ғой, ақылдасайық деп. О да сөйтеді. Сөйтіп, енді өзі маман болғасын, өзі жаңағыдай ойға кірісіп неткеннен кейін адам одан шыға алмайды ғой енді. Құрсыншы ол. Мыналар қолдамағасын не керек деп ол тастап кете алмайды. Ол себеп маман ғой. Ол өзінің барлық несін соға салған ғой кім әділ. Соң бір күні Өзбекқалиевқа кіреді. Управляющий треске. Қалеке, сондай менің бір осы нем бар бір. Пікірім бар. Токаровтерге айтамын. Олар менің немді анау дейді, мынау дейді. Атырауға сілтейді. Не менен? Осы бір 700 метрлік бір скважина салу керек. Мен точкасын өзім айтам. Ойбай, оған Москвадан ол точканы сұрау керек, ақша сұрау керек. Қазу керек деп. Енді қалай екен, мен енді пікір айтып отқан өзім нем ғой енді. Сіз қолдайтын шығар деп айтып отқаным ғой дейді. Мен қалай екен, оның сөзін тыңдап, мән береді енді. Мән берген ғой енді. Сосын айтады, әділ жақсы. Мен өзім бір күн саған айтам, тағы да сөйлесейік. 700 метрлік деп отырсың ғой сен. Соған ақша іздеп көрейін мен. Ешкімге айтпай бір скважина қазуға жұмыстанайық. Дейді. Сол бір күні шақырып болады, ал мен мына глубокийлардан үзімдеп ақша алып, бір 700 метрлік скважина ақша таптым. Ал енді точканы өзің айт. Бірақ өзің басында отырасың. Күні түні. Дейді, бұл қуанып кетеді, олай келіседі. Соны ол бұна қаржан басқа қарай кетіп баратқанда үлкен сор бар бір. Сол сордың аржа баяғы долғы дейтін колхозлар болды ғой. Сол сояқта. Сол жерде бір жаңағы точкасы жерге түседі, бұның жаңағы әділдің Қазайын деп точкасы. Осы арада барау дейтін өзінің несі болған ғой. Қорытындысы. Бұл военный зона екен. Жаңағы бұның точкасын. Соның қалекен айтады, ойбай қалекен бұл военный зона екен. Солдаттар жетіп келді, мұны мен ерге болмайды деп. Соның қалекен жұмыстанып, Министерство оборонадан ұқсат алып, жаңағы точка ұқсат алып берген ғой. Соның қазған, в общем, 5-ші күні кешке түнде сағат 9-дардың шамасында қалекен үйіне, енді Ақтауда ғой үйі. Телефон соғады Россиядан. Біздерде тресте круглосуточный Россия. Сан жақта Боровайлардан нешесін случай бар, аварий бар, бәрін. Солай жаңағы әділ звондады, мұнай атып кетті деп. Соң қалекен тездетіп, шоферін шақырып, машинасымен конторға келеді. Енді Россия айтады ғой, әділ неде болсын, Россияда болсын, қазір барам, сөйлесем өзімде. Соң келіп әділмен сөйлеседі. Әділ айтып, солай қалекен. Атып атыр. Соң, таңертең барам онда. Таңертең вертолеттен барады, барса май шылқып атыр.
Соны өзі көзімен көріп, келіп, бұл енді суббота ол. 5-ші күн түнде звондады ғой. Қалекең өзі суббота күні барды, көрді, сосын ауылға келіп, Алматыға, Москваға звондайды. Сондай скважина. Демалыс күні 11 адам Госплан союздар Байкөкке ұшып келді ғой. Сол вертолет дайындап қойып, басына барып, Байкөкке қолын майменен жуып тұрып, бір геологтың несіне жағыпты. Қай геолог екен, сол фамилиясын білмеймін мен енді. Айтып еді жігіттер, есімде жоқ ғой. Сөйтіп сол жерде қуанып тұрып Байкөкке. Бөбекай жолдас, осы неге еңбек сіңіріп жүрген жігіттерге бер, 11 волга берем газбашты дейді. Соның Москва бар, Алматы бар, Атырау бар, бәрін оралып келгенде Москвадан берілген 11 волганың екеуі Қалекеңнің қарауына несіне келген. Соның біреуі маған, біреуін Салман кімге берді? Сүйенге берді.